Сәлем достар, бүгін сендерге «Не беспокойся, дорогая» атты фильмнің қысқаша мазмұнын айтып беремін. Егер ұнап жатса, каналыма жазылып, комментария, лайк басып кетіңдер. Оқиға 50-ші жылдары ақш-та орын алады. Ерлі-зайыптылар Джек пен Элис тамаша ауданда тұрып, жайлы өмірден ләззат алады. Әрине, олардан басқа осы бай ауданда біздің басты кейіпкерлеріміз достық қарым-қатынаста болатын басқа отбасылық жұптар тұрады. Күн сайын таңертең күйеуі ауданның қалған ер адамдарымен бірге шөлге жұмысқа кетеді, ал олардың адал жұбайлары үйде қалады. Олар үй шаруасымен айналысады, үй жинайды, дәмді тамақ әзірлеп, жұбайларын келуін күтеді. Әйелдер күйеулерінің жұмысы туралы ештеңе білмейді, және олар білетін жалғыз нәрсе победа деп аталатын құпия жобаның болуы. Дегенмен олардың күйеулерінің нақты қандай жұмыс істейтіндігін білмейді, және бұл ешкімге маңызды емес. Өйткені мұнда тек екі ереже бар: қажетсіз сұрақтарды қоймау және осы шағын қаланы қоршап тұрған шөлге бармау ережесі. Егер қаладан кетсе, өмірлеріне қауіп төнеді деген қауесет бар. Бос уақытында Элис пен құрбылары Банни және Пэк балет үйірмесіне барып, сәнді дүкендерге барады. Олар бұрын басқа әйелмен дос болған, бірақ оның психикалық ауытқуы пайда болды, сондықтан олардың қарым-қатынасы аяқталған болатын. Ол өз ұлын шөлге алып барды, осылайша оның өміріне қауіп төндірді. Бұл баланың өліміне әкелді. Бір күні ауданның барлық тұрғындары Фрэнк пен оның әйелі Шейли ұйымдастырған кешке жиналады. Ол қаладағы ең ықпалды адам, өйткені барлық ер адамдар оған жұмыс істейді. Барлығы көңіл көтеріп, мерекеден ләззат алуда. Кенеттен Маргарет пайда болады. Біз бұл жерде емеспіз деп айтады. Бұл айтқан сөзге ешкім мән бермейді, бірақ Элисті бұл сөздер қатты толқытты. Содан кейін қыз Маргареттің күйеуі оны алыс бөлмеге апарып, оған қандайда бір дәрі беруге тырысқанын көреді. Кейіпкер абдырап, күйеуіне бәрін айтуға тырысады, бірақ ол қызды тыңдамайды. Қыз кешкі ас дайындап жатқанда жұмыртқалардың іші бос екенін байқайды. Ол өз көзіне сенбей тыныштанады. Элис қалаға бару үшін трамвайға отырады. Кенет ол таулардың бір жерінде құлаған қызыл ұшақтың құлағанын көреді. Кейіпкер ол жаққа баруға тыйым салынғанын біледі, бірақ ол бәрібір апат орнына барады. Өйткені адамдарға көмек керек болуы мүмкін. Таудың басына жеткенде ол күмбез түріндегі ғимаратты көреді. Элис көмекке шақыруға тырысады, және терезеге қолын тигізгенде галлюцинация пайда болып, кейінірек ол есінен танып қалады. Ол өз үйінде оянып, Джектің ас үйде бірдеңе істеп жатқанын естиді. Қыз үйге қалай барғанын есіне түсіре алмайды. Ол күйеуіне ұшақ апаты туралы айтады, бірақ ол бұл бос сөзге сенбей, қыз үйде ұйықтағанын айтады. Бірте-бірте кейіпкердің өмірі қорқынышты түске айналады. Тұрақты галлюцинациялар мен параноидтық ойлар оны толығымен сіңіреді. Көп ұзамай балет сабағында ол айна бейнесінде Маргареттің өлімін көреді. Ол қызбен сөйлесуді шешіп үйіне барады, бірақ төбеде тұрған Маргаретті көреді. Ол тамағын кесіп төмен секіреді. Кенет қызыл киімді адамдар пайда болып, кейіпкерді сүйреп алып кетеді. Элис күйеуін жұмыстан күтіп, болған жағдайды айтады, бірақ ол оның сөзіне тағы да сенбейді. Ер адам оның айтқанының бәрі шоктың нәтижесі, шын мәнінде Маргарет терезелерді жуып, сүрініп қалғанына сендіреді. Сонымен қатар Фрэнктің серіктесі болып табылатын дәрігер Джектің әңгімесін растайды, және Элиске тыныштандыратын дәрілерді жазып береді. Осы уақытта кейіпкер дәрігердің сөмкесінде қауіпсіздік қаупі деген құжаттарды байқайды. Элис документті ұрлауға шешім қабылдайды, бірақ ол жазбаларды оқып ештеңе түсіне алмайды. Элис не болып жатқанын түсінбейді. Шынымен де есінен адасты ма? Ол шындықтың түбіне жету керек екенін түсінеді. Келесі күні барлық қала тұрғындары победа жобасына арналған кешке барады. Бір кезде Элис бұл адамдардан жалығып, ол Джектен үйіне кетуін сұрайды. Алайда ол кете алмайтындығын айтады, өйткені Фрэнк оны серіктес етіп тағайындайды, және бұл оқиға ол үшін өте маңызды. Біраз уақыттан кейін Элис пен оның күйеуі көршілерін қонаққа шақырады. Сонымен қатар Фрэнк пен оның әйелі де шақырылады. Джек достарымен әңгімелесіп жатқанда Фрэнк Элистің ас үйіне кіреді.
Ол қыздың ойлап жүрген болжамын дұрыс екендігін меңзейді, бірақ ол бәрібір мұның бәрін өз бетімен анықтай алмайтындығын айтады. Фрэнкке таңданған Элис оны стол үстінде барлық шындықты ашуға шешім қабылдайды. Ерлі зайыптылардың көпшілігінің танысу тарихы бірдей, балайын бір жерде өткізген, тіпті бір қалада дүниеге келген екен. Кейіпкер барлық қонақтарға шындықты ашуға тырысады, бірақ оған ешкім сенбейді. Барлығы оны Маргарет сияқты жынды деп санайды. Кешкі ас бұзылып, барлық қонақтар үйлеріне кетті, ал Элис тағы да Джекпен сөйлесуге тырысады. Ол одан бір ғана нәрсені сұрайды, сол бақытсыз жерден кетуді сұрайды. Күйеуі келісіп сөмкелерін жинауға кетеді, алайда көлікке отырып оның кетпейтіні белгілі болды. Керісінше қызыл костюмдегі адамдарға сүйіктісін алып кетуге мүмкіндік береді. Дәрігер әріптестермен бірге Элиске электрошок терапиясын жүргізеді, ал процедуралар арасында кейіпкер өзінің шынайы шындығы болған бұрынғы өмірін көреді. Күйеуі жұмыссыз болғандықтан күні бойы жұмыс істеген тәжірибелі хирург болып шықты. Біраз уақыттан кейін Элис үйге оралады. Ол емдеу процедураларын есіне түсірмейді, бірақ галлюцинация оны әлі де азаптайды. Міне, бәрі оның жағдайы жақсы деп шешкенде, Элис шындықтың барлық ащысын есіне түсіреді. Бұл победа жобасы Фрэнк жасаған симуляция әлемі. Джек бәрін білетін болып шықты. Оның үстіне қызды еркіне қарсы одан шығарылған әлемнің бір бөлігі болуға мәжбүрлеген. Джек Элистің бәрін есіне алғанын түсінгенде, қызды ұстап қалуға тырысады. Жігіт мұны отбасының игілігі үшін, ең керемет өмір сүруі үшін істегеніне ант етеді. Бірақ кейіпкер үрейленіп, енді не істеу керектігін білмейді. Джек осы әлемде болу шарттары туралы айтады. Мұндағы еркектердің бәрі әйелдерін симуляцияға кіруге мәжбүрлеген екен. Мұндағы адамдар шынайы, тек олардың нағыз денелері арнайы құрылғылардың әсерінен комада жатыр. Элис қалыпты өміріне оралғысы келеді, бірақ Джек оны жібермейді. Ол оны құшағына қатты қысады. Содан кейін кейіпкер өзін босату үшін стаканды алып, күйеуін ұрады. Содан Джек еденге өлі құлайды. Фрэнкке болған оқиға туралы және Джек қайтыс болғанын хабарлайды. Ол өз адамдарын Элиске жібереді. Қыздың уақыты қалған жоқ. Өйткені көшелерде сирена естіледі. Банни үйге жүгіріп кіріп, кейіпкердің қашуын өтінеді. Құрбысы симуляция туралы білетінін, бұл өмірді саналы түрде таңдағанын айтады. Себебі мұнда оның шын өмірінде жоғалтқан балалары тірі. Банни Джектің тек осы дүниеде ғана емес, сонымен бірге шынайы өмірде де қайтыс болғанын түсіндіруге тырысады. Яғни қызды симуляциядан ешкім өшіре алмайды. Ол шұғыл түрде бұл жерден кетуі керектігін айтады. Қанды көйлекпен көшеге шыққан ол басқа күйеулердің үрейлене бастағанын байқайды. Содан кейін әйелдері бәрін түсіне бастады. Осы уақытта Фрэнк телефонмен сөйлесіп жатқанда Шелли оны өлтіруді шешеді. Бұл өз ақыл-ойын қайта басқаруды қалайды, сондықтан оның басқа таңдауы жоқ. Элис шындыққа оралу үшін таудың басына, сол біртүрлі ғимаратқа жету керек екенін түсінеді. Ол Джектің көлігіне мініп қашып кетуге тырысады, бірақ оның артынан қуу бірден басталады. Өйткені олар оның шынайы әлемге оралуын қаламайды. Кейіпкер шыңға жете алды, бірақ соңғы қадамды жасамас бұрын ол Джекті көреді. Ол одан қалуын сұрайды. Бірақ қыз енді Элис әлемінде өмір сүргісі келмейді. Элис терезеге қолын тигізеді, осылайша симуляциядан кетеді.